Сәлем құрметті оқырман, бүгін біз бронх демікпесі туралы толық талқылайтын боламыз. Бронх демікпесі дегеніміз бұл бронхтардың гипербелсенділік салдарынан олардың гиперсекрециясы мен ісінуіне алып келетін тыныс алу жолдарының созылмалы ауруы. Бұл кезде мына жерде қалыпты бронх болатын болса, ал оң жағында обструкция болған бронх. Бұл обструкция толық немесе жартылай қайтымды болып табылады және пациенті міндетті түрде Д есепке алынады. Бронх демікпесінің қауіп-қатер факторларын біз үшке бөлеміз. Ол біріншісі бұл ауаның ластануы, машиналардың түтіні және темекілердің түтіні. Ал екінші тағы бір себеп бұл аллергендер дейміз, яғни шаңдар, үйдегі жануарлар, мысықтардың жүндері және де осындай насекомдар, таракандар деген сияқты. Ал үшінші бір себебі бұл дәрі-дәрмектер, химиялық заттар, тағы бір қосымша себептеріне стресс, физикалық нагрузка түсу, эмоциялық қатты белсенді болуы, осының бәрі алып келеді және де суық ауада алып келеді. Бронх демікпесінің пайда болу себебі әлі толық зерттелген жоқ, бірақ негізгі екі себепті айтады. Ол біріншісі генетикалық фактор, яғни тұқым қуалаушылық. Семьясында, анамнезінде қандай да бір адамда осылай бронх демікпесінің бұл. Ал екінші себебі бұл қоршаған ортаға байланысты адамның иммунитетінің әлсіреу салдарынан бронх демікпесінің пайда болуы. Көбіне 18 жасқа дейін пайда болған бронх демікпесін бұл тұқым қуалаушылықпен байланыстырса, ал ересек кездегі бронх демікпесін бұл адамның сыртқы ортасына, яғни иммунитетіне тікелей байланыстырады. Пациент келген кезде біз міндетті түрде пациенттен осы тұқым қуалаушылық анамнезі бар жоғын сұрайтын боламыз. Енді бронх демікпесінің клиникасына келетін болсақ, симптомдары бұл жерде ең біріншісі бұл жөтел. Жөтел кешкі уақытта көп болады. Мысалы, хобылда күндізгі жөтел болса, ал астмада көбіне түнгі жөтел және түнгі ұстамалар, түнгі тыныс алудың қиындауы, кеудедегі ауру сезімі, ентігу және де сырыл. Тынысты шығарған кезде ысқырықты сырылдардың естілуі. Бұл жерде тағы да клиникасында бұл қақырықтардың болуы, қақырық кристалл тәрізді дейді, әйнек тәрізді дейді. Сондай ешқандай ірің, онда ештеңе жоқ, сондай ашық түсте қақырықтардың болуы. Және бұл клиникалық көріністер, когда пациент қандай да бір аллергенменен жанасқан кезде, шаң кезінде, сондай кезде айқын көріне бастайды. Енді біз зертханалық зерттеулерге жүрген кезде ең бірінші қан анализі, ол жерде эозинофилдердің және де қақырық анализінде эозинофилдердің болуы. Сонымен қатар биохимиялық қан анализінде иммуноглобулин Е-нің жоғарылауы, ал аспаптық зерттеу кезінде біз спирометрия және де пикфлометрия қолданамыз. Ал диагностика жасау үшін өкпені рентгенге жіберуге болады. Ағын фазасына байланысты асқыну, тұрақсыз ремиссия және тұрақты ремиссия деп бөлінеді. Тұрақсыз асқыну фазасында бұл кезде симптомдардың жиі қайталану, ұстамалардың жиі болу болатын болса, ал тұрақсыз ремиссия кезінде ремиссияға түседі, яғни симптомдар азаяды, болмайды, бірақ бұл 2 жылға жетпей қайталанып тұрады. Ал тұрақты ремиссия кезінде 2 жыл бойы ешқандай симптом болмайды. Аурудың ауырлығына байланысты шектеген кезде бұл ұстамалардың күндізгі және түнгі ұстамалардың жиілігіне ОФВ1 менен ПСВ-ға байланысты біз негізі 4 сатыға деп жазғанбыз. Қосымша тағы 5-ші сатысы бар. Бірінші жеңіл интермиттеуші, екінші жеңіл персистеуші, үшінші орташа ауырлықтағы персистеуші, төртінші ауыр дәрежедегі персистеуші демікпе деп осындай 4 сатыға бөлеміз. Тағы да өте ауыр дәрежесі бар. Бұл бізде 5-ші сатысына жатады. Біз емді тағайындаған кезде осы сатыға байланысты тағайындаймыз. Ең бірінші гипоаллергенді диета, яғни дәрі-дәрмексіз емде. Екінші бұл аллергенменен, яғни шаң, сол сияқты жағымсыз иістер сияқты, яғни тудырушы аллергенменен қатынаста болмауы керек. Үшіншісі темекі шегуден бас тарту. Ал медикаментозды еміне келетін болсақ, бірінші сатысында қысқа әсерлі адреномиметиктер қолданылады, сальбутамол немесе фенотерол қажеттілігіне қарай. Екінші сатысында қысқа әсерлі адреномиметик қажеттілігіне қарай және аз мөлшерде ингаляция глюкокортикостероидтар қолданылады. Үшінші сатысында төмен мөлшерде ингаляция глюкокортикостероидтар немесе ұзақ әсер етуші бета-агонистер. Басқа тағы да бір вариант ретінде төмен мөлшерде ингаляция глюкокортикостероидтарға қосып біз антилейкотрийный
никотинді препараттар береміз. Төртінші сатысында орташа және жоғарғы мөлшерде ингаляция глюкокортикостероидтар немесе ұзақ әсер етуші бета-агонистер. Тағы интерлейкинді және де ұзақ босап шығатын теофилинді қосуға болады. Немесе ал 5-ші сатысында қосымша терапияға осы терапия енгіземіз. Бұл кезде ауыз арқылы глюкокортикостероид немесе теотерапия бромиді қосылады. Пациентке емді дәрігер тағайындайды. Яғни дәрігер пациенттегі ауырлық дәрежесіне байланысты өзі тағайындап береді. Егер пациент емді толығымен орындаса, дәрігердің айтқан толығымен орындаса, аллергенмен ешқандай контактқа түспесе, дәрісін уақытымен ішетін болса, бұл ремиссия сатысына түседі. Біз астманы тек қана осылай ремиссия сатысына түсіріп жеңілдете аламыз. Ол үшін біз міндетті түрде емді толығымен сақтауымыз керек. Тыныс алу жаттығуларын жасауымыз керек. Ауырмаңыздар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.